Пәтерді ипотекаға рәсімдеу қаншалықты тиімді? Тұрғын үй төлемдері қалай есептеледі? Жалға алған баспананы жеке меншікке өткізуге бола ма? Осы және өзге де сұрақтарыңыз болса, жаңадан іске қосылған әскери шаңырақ деп аталатын телеграм-ботқа көмекке жүгіне аласыз. Бұл әскери қызметшілер мен олардың отбасыларына арналған көмекші құрал. Бот тұрғын үйге қатысты сауалдарға түсінікті тілмен және заң аясына нақты жауап беруге қауқарлы. Не болмаса Қорғаныс министрлігінің заң департаменті мен әскери инфрақұрылым бас басқармасының мамандары кеңес беруге дайын. Осы құрылымдық бөлімшелердің өкілдері сіздерге жұмыс күндері сағат 9:00-ден 19:00-ге дейін 8-778-072-53-42 қауырт желі арқылы және 2-53-42 эриксон сенім телефондары бойынша кеңес беруге дайын. Оған қоса, тұрғын үймен қамтамасыз ету бойынша өзекті сұрақтарға біздің Инстаграмдағы KZ Army шаңырақ каналымыздан және жиі қойылатын сұрақтарға ресми жауаптар орналастырылған Army KZ ақпараттық сервистен жауап ала аласыздар. Қорғаныс министрлігі ашық диалогқа әзір. Ведомство мамандары ден қойып түсіндіреді, қолдайды. Ресми ақпарат көздерден қадағалап, барлық өзгерістен хабардар болып, өз құқығыңызды біліңіз.